Bu yerде bir 1000га жуық ит бар қазір. Қайда шығарасыздар? Суретке түсіріп, Инстаграмға шығарамыз. Көшеде жүрген иттер қазір бригада Атловта жүр. Иттерді күні бойы аулайды бригада. Кешке сағат 5-6-ларда алып келеді. Жаңағыдай бөледі, еркегін еркекке, ұрғашысын ұрғашыға. Қанша ит бар? Bu yerде bir 1000га жуық ит бар қазір. 1000га жуық ит сақталған ба? Иә. Ол күнделікті келеді ғой, күнделікті ит. Күніге бір 120-150 ит алып келеді бригадалар. Күнделікті 5 санитар жұмысқа түседі, 5 санитар. Асын тазалап, тамағын беріп, суын беріп, күнделікті. Осы бір тұрғындардың иті ме? Тұрғындардың да иті бар ма? Тұрғындардың да иті болуы мүмкін, иә. Мысалға, сіздер осы иттерді ұсталған жағдайда қайда шығарасыздар? Суретке түсіріп, Инстаграмға шығарамыз. Өзіміздің вет қызмет Инстаграмымыз бар. Сол жерге. Мысалға, 100 иттің бәрін шығарасыздар? Жоқ, 100 иттің бәрін емес. Өзі білінеді ғой. Қолдың иті қайсы жаңағыдай адамдардың асырап жүрген. Қанша уақыт тұрады бұл жерде? Келіп алдын 3 күн еді ғой, қазір 3 күн тұрмайды. Қанша күн болса сол жерде тұра береді. Қазір анау кастрация, стерилизация істесек, одан кейін жаңаған не болады ғой? Ұрғаш итті 14 күн, еркек итті 7 күн ұстап. Жоқ, ол андай да жағдай болады. Есік алдынан өмір байланбайтын иттер болады да. Қазір әкімдіктің балаларымен біздің Атловтың балаларының қасында бір әкімдіктің балаларын қосқан қазір. Халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жаңа иттеріңізді байлап ұстаңыздар деп. Көп адамдардан жалпы түседі жаңағыдай, көршім итін байламайды деп та. Сол кезде 102 шақырып, сол жерде хаттама толтырғызып, айыппұл салғызып отыр. Учаскелік полициялармен бірге. Я сөйтіп итін алып кетеді. Болмаса итін жаңағыдай бермейтін деген жағдайда байлап немесе осыны байларда ұстайтын болады. Ветеринарлық жаңа дәрігеріміз, врачымыз қарайды иттерді. Жаңағыдай ауру не болса мына жаққа кіргізеді. Одан кейін адам тістеген иттер бар ғой, наблюдение тұратын. Оны да сол ішке кіргізеді. Ішке кіргізіп бөлек қояды. Тазы жатыр анда. Егелер келеді ғой? Иә, егелері келеді, сол егелері келсе, жаңағыдай қолхат жазып алып кетеді. Оқшаулау орталығына алып келген иттер мен мысықтардың саны 27701 деп айтып кеттім. 7481-ге жуық мысықтар уақытша оқшаулау орталығына жеткізілген. Оның ішінде уақытша оқшаулау орталығынан сол еріктілер деп жатамыз, қала тұрғындары деп жатамыз, сол қала тұрғындарынан өздерінің меншігіне 3100-ге жуық иттер мен мысықтарды өздеріне алып кеткен. 2024-25 жылдарда уақытша оқшаулау орталығында қалған иттер мен мысықтардың саны 470-ге жуық еді, 6 мысық қалған. Сондай-ақ 2025 жылы қаңтар айында Шымкент қаласы бойынша қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулап уақытша оқшаулау орталығына 4770-ге жуық ит, 2 мысық ауланып, 2024 жылы қаңтар айында Шымкент қаласы бойынша қаңғыбас иттер мен мысықтардың саны 4291 ит ауланып, 8 бас мысық ауланған. 2025 жылы уақытша оқшаулау орталығына алып кеткен иттердің саны 30-ға жуық иттер мен мысықтарды зооеріктілер мен қала тұрғындары алып кеткен. Қала тұрғындарынан және 109 ай көмек ақпараттық орталығынан біздің мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның сым тетігіне 450505 450522 телефон арқылы немесе ай көмек 109 бағдарламасы арқылы біздің мекемеге өтінімдер түседі. Біздің ит аулау бригадасы Шымкент қаласы бойынша 6 бригада бар. 6 бригадалар жұмыс жасап жатыр.
өтінімге сәйкес иесі жоқ қаңғыбас ит мысықтарды алып кетіп уақытша оқшаулау орталығына жеткізіп жатыр. бір азамат сіздерге жаңағы сымтеңдік арқылы хабарласса қанша уақытта бригада дейміз ғой жаңағы қызметкерлерді жібересіздер? Ол енді бізде оған дейінгі өтінімдерде түсетін өтінімдер бар қала тұрғындарынан. Қазіргі таңда өтінімдердің барлығы аулау барысында біраз бізде қиындықтар тудырады. Себебі қаңғыбас ит мысықтарды топтасқан 4-5 иттен асқан иттерді өтінімге келіп барған кезімізде біздің өтінімімізде ол жерде ит болмай шығады, немесе 4-5 ит топтасып жүрген болса 2023 жылы жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заң шыққан. Заңға сәйкес бұрынғыдай біздің қаңғыбас ит мысықтарды атуға, жаңағыдай жануардың денсаулығына зиян келтіретіндей етіп аулауға бізге заңнама талаптарына сәйкес тыйым салынған. Соған байланысты қаңғыбас ит мысықтарды жаңағыдай аулау, арнайы аулау құралдары бар. Петля деп айтамыз, сол петлямен аулаймыз. Жаңағы айтып өттім, 4-5 ит жүрсе, соның біреу-екеуін ғана аулауға мүмкіншілік болады. Қалған 2 немесе одан да көп иттерді аулауға мүмкіншілік, бір мезетте аулауға мүмкіншілік болмайды. Себебі ит қашып кетеді, біреуін аулауға шыққан кезде екіншісі қашып кетеді. Сондай бізде аулау бригадаларында қиындықтар туып жатыр. Ал тұрғындар хабарласқан уақытта шамамен қанша уақыт шамасында сіздер жауап беріп қызметкер жібересіздер? Егерде бізде ауданда босап жатқан бригадалар болып жатса, бізге күндігіне бір бригадаға 10 шақты өтінім келіп түседі. 10 шақты өтінімді жаңағыдай қаңғыбас ит мысықтарды артынан қуалап жүргенде аулау барысында қиындықтар туған жағдайда көп уақыт алып қоюы мүмкін. Негізі мүмкіндігі барынша ерте баруға тырысамыз. Ары барғанда 3 күн 4 күннің ішінде аулау бригадалары барып қаңғыбас ит мысықтарды алып кетіп уақытша оқшаулау орталығына жеткізіп отырады. Жалпы осы Шымкент қаласының тұрғындарына не айтасыз? Осы үйінде асырап жатқан иттерін қалай асырау керек, қалай қарау керек? Шымкент қаласының тұрғындарына менің айтарым, ең бірінші мақсатымыз ауласында немесе қоражында асырап отырған иттерін құжаттама, ветеринариялық құжаттама рәсімдерін жүргізу керек. Иттеріне жауапкершілікпен қарау керек. Жаңағыдай адам көп шоғырланатын орындарда, түскі, күндізгі уақыттарда иттерін көшеге емін-еркін босатып жібермеуге шақырамын. Және барлық ветеринариялық санитариялық талаптарды сақтап, жаңағыдай уақытылы ем-домдық жұмыстарын жүргізуді сұраймыз. Барша қала тұрғындарына жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңға бағынуды шақырамыз. Және де осы аса қауіпті жұқпалы ауруларға қарсы екпе жұмыстарын жүргізуге шақырамыз.